Қазақстандықтардың көпшілігі ағылшын тілінде еркін сөйлей алмайды. Бұл қабілеттің жоқтығынан емес, адамдар оқуға жылдар жұмсайды, көп сөз біледі, оқи алады, аударады, алайда еркін сөйлеу бәрібір қиын. Неліктен? Өйткені бізді сөйлесуге емес, сөз жаттауға үйретеді. Ал сөйлеу үшін сөйлеу автоматизмі қажет. Ол жеке сөздерді жаттау арқылы емес, етістіктері бар дұрыс сөйлемдерді қайта-қайта қайталау арқылы қалыптасады. Ағылшын тілінің нақты, айқын құрылымы бар. Онда әр сөздің өз орны бар. Осы құрылымды меңгеріп, оны әртүрлі есімдіктермен мен, сен, ол, біз бірнеше рет қайталап жаттықтырсаңыз, сіз автоматты түрде сөйлей бастайсыз. Бұл арнадағы видеолар жай сабақ емес, нағыз жаттығулар. Сіз диктордың артынан сөйлемдерді қайталап, спорт залдағыдай сөйлеу дағдыңызды жаттықтырасыз. Әр серия ағылшын тілінде жиі қолданылатын бір етістікке арналады. Өткен, осы және келер шақта. Болымды, болымсыз және сұраулы түрде. Ағылшын тілі тренажері арнасымен бірге жаттығыңыз. Және сіз сөз іздеуді қоясыз. Сөздер өздігінен шыға бастайды. Мало кто из казахстанцев действительно говорит по-английски бегло. И дело не в способностях. Люди тратят годы на обучение, знают много слов, умеют читать и переводить. Но говорить свободно все равно не получается. Почему? Потому что нас учат словам, а не речи. Чтобы говорить, нужен речевой автоматизм. А он формируется не заучиванием слов, а повторением правильных фраз с глаголами. Английский язык имеет четкую структуру, где каждое слово стоит на своем месте. Выучив эту структуру и многократно отработав ее с разными местоимениями «я», «ты», «он», «мы», вы начинаете говорить автоматически. Видео на этом канале – это не уроки, а тренировки. Вы повторяете предложения за диктором и тренируете речь, так же, как мышцы тренируют в спортзале. Каждая серия посвящена одному часто употребляемому глаголу в прошедшем, настоящем и будущем времени, в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. Тренируйтесь с каналом «Тренажер английского языка», и вы не будете подбирать слова. Они начнут выходить сами.